Oldu. Hayır. Көңілдің ақ сарайы ашылды бір, ағайын құлағың сал басыңды бұр. Арманшыл достарды біз еске аламыз, жарқ етіп ерте сөнген жасын ғұмыр. Жасарын білмейді рас адам қанша, қадірін кеткенше не оралғанша. Қайтейін топырағы торқа болсын, топ жарған жандар еді, амалы қанша. Я ардақты әлеумет, өлер бала өзгеше дегендей, өмірден ерте кеткен сыныптастарымыз өз теңінен асқақ адами болмысымен, ел сүйсіне қағылез мінезімен, үлкенге құрметімен, кішіге деген ізетімен ерекшеленіп тұратын еді. Мұндай жандар туралы өткен шақта сөйлеу әрине оңай емес. Сақтабаева Жазира Жаңабайқызы 1985 жылы 26 маусымда Қармақшы ауданы Жосалы кентінде дүниеге келді. 1992 жылы ауданымыздың орталығында орналасқан номері 250-ші орыс орта мектебіне 1-ші сыныпқа барып, аталған мектепті 2003 жылы үздік бітіріп шығады. Мектеп қабырғасында оқыған жылдары ерекше зеректігімен танылып, мектепшілік және аудандық олимпиадаларға қатысып, мектебіміздің атақ абыройы мен намысын талай жерді қорғаған, болашағынан үлкен үміт күттіретін сыныптасымыз ұстаздар тарапынан ерекше мінездеме алып, достарының арасында да сыйлатады. Сырыңды ашық айта алатын, мұңыңды бірден ұға алатын жан осы Жазира сыныптасымыз болды. Құрбыларының арасында Жазира есімі қысқаша Жасқу атанған досымыз әлі біздердің есімізде және солай мәңгі қалады. 2003 жылы мектепті ойдағыдай бітірген соң, талайға арман болған Аруғалы Алматыға жоғарғы оқу орнына түседі. Шағын ғана ауылдан шыққан қаршадай қыз өз бойындағы қасиеттеріне, біліміне сеніп, Алматы технология және бизнес университетіне экономист мамандығы бойынша қабылданып, арманға толы жүректің, жарқын болашақты ойлаған ниеттің барысында еліміздегі ең үлкен қаланың шыңдары мен белестерін бағындырды. Талай даңқты академик профессорлар өткен сара жолдарды Жазира өтіп көріп, қасында қамқор болатын ата-анасы жоқ кездері өз бетімен түрлі қиындықтарды өткерген сәттері де баршылық. Сыныптастар Жазираның қайда оқыған білгенмен оның сол кездегі курстас құрбыларымен сұхбаттасу, олардың сол кезеңдегі естеліктерін есту мүмкін болмады. Мүмкін олар да Жазираның бұл өмірде жоқ екенін білмейтін болар. Әрине өкінішті, бірақ амалымыз таусылған сәтіміз осы. Осылайша Жазира оқуын бітірген соң, кіндік қанын тамған жер өз ауылы Қармақшыға қайта оралды. Жоғары білімді жас маман, мамандығы бойынша жұмысқа араласып, қызметтің тізгінін ұстап, тәуекел етіп көрді. Алладан келген ақиқат біреу ғана, ол тумақ бар жерде өлмек бар деген. 23-ге қараған жасында сұм-ажал Жазира сыныптасымыздың қызғалдақ ғұмырын қиып түсті. Бұл дүниеде ешкім қалмайтыны хақ, бірақ осы жап-жас қыздың қыршын болып кететінін кім білген. Егер Алматыдан қайта оралмағанда, егер сол көлікке мінбегенде, егер деген ой бәріміздің көкейімізде әлі жүр, бірақ амалымыз жоқ. Ата-ананың алдында баласы өмірден өткені өте ауыр, әсіресе ауырмай сырқамай аяқ асты қаза болып жатса, ауырлықтың өлшемі болмас. Осы айтылған сезімдерді бізге де дәл Жазираның ата-анасындай және бауырларындай сезіну мүмкін емес. Баладан айырылған жұмыр жүректегі мұз ешқашан ерімейді. Десек те есімізге түсіп, деректерді теріп, осындай шағын мазмұн дайындау арқылы Жазираның ата-анасына аса үлкен өкінішпен көңіл айтамыз. Жалғасбай Ерсұлтан Сегізбайұлы. Ерсұлтан сыныптасымызда осы киелі Қармақшы төңірегінде 1986 жылы 19 қыркүйекте дүниеге келді. Жалпы Ерсұлтан бауырымыз оқуда аса озат қырлармен танылмаса да, оның басқа оқушылардан артық қасиеттері көп еді. Үлкен жауапкершілікті сезіне біледі. Ешқашан еш уақытта өтірік сөзге жоламайтын, уәдесіне беріп, достыққа адал азамат еді. Табиғи болмысы өте мықты Ерсұлтан бауырымыз мектепте оқып жүрген кездері спорт секцияларының жанына серік етті. Талай жерде жүлде алып, мектептің намысы үшін жарыстарға үнемі қатысып, ағайларымыздың сенімін ақтап жүрді.
Біз оқыған сол мектебіміздің көне ғимаратында түрлі іс-шара, мерекелік кештер және басқа да ауқымды шаралар болып жатса, үйінен керекті жарақтардың барлығын ұстаздарымызға айтқызбай-ақ арқалап келетін кездері әлі есімізде. Шынайы жанашырлық қасиеттері сол кезден-ақ белгілі болған екен ғой. Жалпы үлкен әулеттің бір тармағы болып саналатын Ерсұлтан бауырымыз өз жанұясында баланы кішісі еді. Киелі шаңырақтың қадірін қастерлеуді атадан, әкеден құлағына сіңіріп өскен ол, ата-анаға құрметті және оларға жасалу керек тиісті қызметті бала кезінен ерекше меңгерді. Сөзімізге дәлел болатын мысалдар өте көп. Оның ең бастысы, үйінде Ұлы Отан соғысының ардагері Жалғасбай атамызға да ата-анасымен бірге қарасып, жағдайын жасап жүрген кездеріне бәріміз куәміз. Бір жерге бірге баратын болсақ, біздерді есік алдында күттіріп қойып, атасының барлық жағдайын жасап шығады. Осындай керемет өсіп келе жатқан баланың ғұмыры тым қысқа болатынын кім білген. Сол кезде ауылымызды дүрліктірген маусым оқиғасын әлі күнге дейін ұмыта алмай жүрміз. 17 жыл бұрын болған оқиғаның әрбір ауыр сәттері кешегі күнде есімізде. Назардай ұлынан айырылған Кенендей, алғадайын жоғалтқан Жамбылдай, сенім артып үміт күткен ұлының қабырын өз қолымен қазып, қара жердің қойнауына тапсырған Сегізбай екеуміздің күйін бір сәт бағуға ауылымыздың түкпір-түкпірінен ағайындар, дос-жарандар келіп жатқанында көзіміз көрді. Клара анамызға да тіпті ауыр болған сәттері аз болмады. Ұлының намазында еңбектеу түгілі тұра алмайтын Байсұлтан немересі әкесінің табытынан артып жүріп кете бергенде зар жылап жерді тырнай өксіген анамызды сонда жиналған бүкіл ел зорға басып еді. Әр түнектің соңында бір шырақ болатын заңдылық. Ерсұлтан бауырымыздың ұлы Байсұлтан үлкен жігіт болып өсіп келе жатыр. Атасы мен әжесінің көздерінің ағымен қарасындай болған ол ертең ақ азамат болып өсіп, осы әулетке келін әкеліп, ата-әжесіне шөберелер сыйлайтынына біз сенеміз және тілекшіміз. Әкесі Ерсұлтанның жетпеген шыңына ұлы Байсұлтан жетіп, әулеттің арты жақсы болғай деген сөздерге шынайы ең басты себепші болады бұйырса. Тегінде тектілігі бар текті елдің ұрпақтары аманаттарды, өсиеттерді текке кетірмей, тура жолда талай асулар мен белестерден көрінетіні хақ. Казаев Зилавди Шамилұлы, ұлты басқа болғанмен тілі бір, мәсқабы басқа болғанмен діні бір сыныптасымыз, досымыз Зилавди еді. Бала кезінен ерекше қасиеттерімен ерекшеленетін Зилавди үлкен топтарда аса көзге түспесе де, сол топтың ішіндегі біраз шаруаны бітіріп жүреді. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезімізде Зилавди өзінің болашақтағы армандарымен бөліседі. Өскен кезде БМВ деген көлік аламын. Өйткені ол боевая машина вайнах дейді. Бұйыртса Кавказға барамын, мүмкін сол жаққа көшіп те кетермін, бірақ қармақшыны жалпы Қазақстанды қимаймын дейді. Кіндік қаны тамған жерді кім қиып кетер дейсіз? Қимаймын деген өз аузынан шыққан сөздің кейін оның өмірінде тағдырлық ауыр салмағы болатынын қайдан білсін. Бала кезінде футболды өте қатты жақсы көрді. Жалпы ойыншы ретінде де көзге түсіп жүреді. Қармақшының құрама командасына қосылып, облыстық жарыстарға барып жүрді. Итальяндық Ювентус клубының фанаты. Ол кезде футбол формасы тұрмақ, дене шынықтыруға киетін спорттық форма таппайтын заманда әйтеуір қалаға барып, сол Ювентус киім үлгісін тауып киіп жүреді. 2003 жылы мектепті бітірген соң Зилавди өңіріміздегі басты жоғарғы оқу орны Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне мұнай-газ мамандығы бойынша сырттай оқуға түседі. Жылына небәрі сессия кезінде 2 рет баратын оқудан тыс уақытта Қармақшыда жанармай құю бекетінде оператор болып жұмыс жасап жүрді. Сонда ол: "Мен мұнай ісін кәсіби бастап кеттім. Сендер болсаңдар әлі оқып жүрсіңдер" деп арасында қазақшалап қалжыңдайтын да бар еді. Болашағына тік қарайтын, тек адам болып қалыптасатын дүниелерді меңзейтін Зилавди сыныптасымыз осындай жігіт болады. Қазір тірі болғанда кем дегенде бір шағын шаруаның басын құрап, берекелі кәсіпті дөңгелетіп отырар ма еді кім біледі. Жоғарыда айтылып өткен 2006 жылғы маусым оқиғасы көлік апатында Ерсұлтан досымен Зилавди де бірге болған еді. Ажал тура келсе, Алланың әміріне пенденің қарсы қояр шарасы жоқ десек те, кейде есімізге түсіп кетсе, өзегіміз өкініштен өртеніп кететіндей боламыз. Ілгеріде атап өткендей, суннит мазхабының бір тармағы болып саналатын шешендердің намазы қалай өтетінін көріп, сол кезде таңғалған едік. Әулеттің ең үлкені Губановтардың үйіндегі қарт ақсақал өзі таяққа сүйеніп тұрып, құдды бір оркестрдің дирижері секілді ұзын сонар сүрелерінен бастап, кейін жасы кішілер жалғастырып, 4 қайтара оқыған көрді. Марқұмның азығы Құран демекші,
балаларын осылайша ақтық сапарға керемет діни қағидамен шығарып салып жатқан шешен әулетінің рухы әрқашан биік болатынына көзіміз жетті. Бір күнде екі намазға барып, екі досымыздан айырылған бізге де оңай болмады сол кездері. Кейде түсімізге кіріп, түрлі сезімдерге бөленіп жүрдік. Бірақ мойындауымыз керек, мүмкін балалық жастық болар, әйтеуір жасымыз ұлғайған сайын достарымыздың қадірін енді түсініп келе жатқандаймыз. Соның бір дәлелі осынша естеліктерді есімізге түсіріп, сағынышымызды осылайша бір-бірімізге білдіріп жатқандаймыз. Сейтімбетов Нұрбол Мұхтарұлы 90-шы жылдары ел экономикасы құлдырап, үнемдеу саясаты басталып жатқанда, қала аудандардағы шағын бір бағдарлама бойынша оқытылатын мектептердің жаппай біріктіру процесі басталған еді. Сол кезде Фрунзе атындағы нөмірі 27-ші талай тарлан түлектерді шығарған орыс мектебі аудандық нөмірі 250-ші теміржол орыс мектебіне қосылған болады. Оқушылар мен ұстаздар қоса бірігіп, небәрі 1-2 жылдың ішінде керемет мықты коллективке айналып, талай мектептермен бәсекеге тең түсетіндей дәрежеге жетті. Ешкімді ешкім жатырқамай, жатсынбай, достықтың туын ұстап, оқушылар оқуларын жалғастыра берді. Ал ұстаздарымыз мектептің базалық деңгейін нығайтуда керемет әріптестікпен жұмыстарын жалғастыра берді. Айтайын дегеніміз, сол ұлы қосылу көшінің барысында бір ғана сынып болып оқып жүрген біздер екі сыныпқа көбейдік. Сол қосылған сыныпта Нұрбол деген бір керемет жігіт оқыды. 1985 жылы 24 ақпанда дүниеге келген Нұрбол туралы достарының керемет жақсы естеліктері өте көп. Ең бастысы адамгершілігі, достық антына берік қасиеті көп болған десем. Семья жағдайына байланысты шамамен 8-ші сыныпта Қызылорда қаласындағы мектепке ауысып, сол жақта оқуын жалғастырған. Бірақ ауылға жиі келіп тұратын, достарымен қарым-қатынасты үзбеуге тырысты. Әр пенденің өмірде аңсаған армандары, межелеген мақсаттары болады. Нұрболдың да өзіндік өмірлік көзқарастары болды. Қайтсе де ересек өмірдің жауапкершіліктерін сезініп, үлкен өмірдің жолында адам болып қалыптасуды Нұрбол отан алдында борышын орындаудан бастаған еді. 2007-2008 жылдары Ақтөбе қаласындағы ішкі әскерде 66-55 нөмірлі әскери бөлімінде отан алды қызметін атқарып жүрді. Бауыржан Момышұлы атамыздың айтып кеткен сөзі бар: жастар тарихы мол дәстүрлермен тәрбиеленуі тиіс. Дәстүр ол ескіден қалған тағзым ететін дүние емес, ол бүгінгі мен ертеңгі жеңістерге жолдайтын ата-бабадан қалған ұлы жоба деген қағидаларды Нұрбол қатты сезінді ме кім біледі, бірақ сол әскерде жүрген жерінде белгісіз жағдайлармен қаза тапты. Ұлының отан алдындағы борышын өтеп келеді деген үлкен үмітпен күтіп отырған ата-анаға кенеттен қара суық табытты күтіп алып, ақтық сапарға шығарып салуы да оңай емес. Десек те Нұрбол бауырымыз біз үшін сол заманның батыры. Сол кездері байланысы жақын болған достары, егер Нұрбол тірі болғанда жақсы адал дос болар еді, нардың жүгін арқалап абыройдың ортасында болатын еді деген сағынышты сөздері жиі естіліп жүреді. Сұрасаң қайтып бермейді, жыласаң қайтып келмейді деген осы шығар. Арманшыл достардың артында қалған біздердің ендігі міндетіміз рухына фатиха оқып, сағынышпен еске алу ғана. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.